Система қалай? Жүйе қалай? Команда деген не ол? Команда деген сен, мен, үшеуміз, фон-тим, жұмыс істейтін адамдар, бәріміз бір командамыз. Мен оны түсінемін. Сыртта отырған мына бейне операторлардың бәрін түсінемін. Тіпті анау жыбы-шоуды сөйлемей отыратын Ганстың өзін түсінемін. Мен мысалы сол сияқты нәрсе ғой. Бәріміздің тіліміз бір. Ортақ бір тіліміз бар. Ортақ бір мүддеміз бар. Бәріміздің деңгейіміз бір. Мен мысалы мына жақта испанша сөйлеп тұрсам, ол жеке орысша сөйлеп тұрса, сіз өзбекше сөйлеп тұрсаңыз, ол несі фон-тим? Әрине. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол команда болғаннан кейін, міне, мен осы сөзімді жаттап алыңдар. Айтқаным айтқан. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Айтып өлейін. Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері бар. Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкерінің ассистенттері бар. Қазақстан ұлттық құрама командасында осы бапкерлік штабта қақпашылар бапкері. Ассистент физподготовка, дене даярлығы 6 адам жұмыс істейді. Оның сыртында 2 массажист, фитнес-инструктор, диетолог, аналитик, кипаға жауап береді. кит-менеджер и тағы бір мұжық бар, арбе жүрін, білмеймін. Осындай 10 адам жұмыс істейді. Осы адамдар, осы мынау, сендер 22 футболшыны біз көріп отырмыз ғой, мына протокол қалтамда тұрды. Соларды осылар даярлап жатыр, шығарып жатыр. Осы команданың сыртында адамдар жұмыс істеп жатыр ғой, осы поляға шыққанға дейін. Солар кімдер деп сен сұрақ қойдың ба өз-өзіңе? Солар кімдер? Сен журналистсің ғой мысалы, сен тіміскілеп білуің керек осыны. Сол адамдар кімдер? Біздің ұлттық құраманы дайындап алаңға шығарып отқан, міне. Қазақстан ұлттық құрамасын дайындайтын адамдар орыс тілді адамдар. Пожалуйста, бұл бір. Сен мәселені сол жақтан орыс тілді адамдар дегеніңмен сен шектелме. Орыстар. Айта бір шарғыр, жақсы айтып береді. Көп осындай проблема да. Өзге мемлекеттің адамдары да бар. Мысалы, мен түсінерім, Дженаро Гаттузо кеп, 7 италиялық адаммен кеп жұмыс істеп жатса, олар бірін-бірін түсінеді, осылай тамаша жұмыс істеп, жанұя, семья болып жұмыс істеп жатса. Ресейліктер ма? Бар оларда, Бірақ бұл Қазақстан ұлттық құрамасы. Ол бір тілде сөйлемей, тілі бір, ділі бір болмай, әлем чемпионатына. Бір жанұя болмай,